Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз қуат, пәк және жылу. Бірінші біз бұл жерге формуласын жазайық. Қуаттың формуласы P неге тең? Жылудың уақытқа қатынасына тең. Уақытты біз Т деп жазсақ та болады, кейбір есептерде тау деп жазуға да болады. Ал температураны кейбір есептерде үлкен Т деп жазса, кейбір есептерде кішкене Т деп жазу да мүмкін. Соны байқау керек. Сосын пайдалы әсер коэффициенті бұл гректің eta әріпіні пайдалы жұмыс, пайдалы энергия бөлінген жалпы жұмыс деген сөз. Мына жерге жазып қояйық. Жылу немесе жалпы көбейтілген 100%. Яғни біз пәкті былай жазсақ та болады, 0,6 немесе 60%. Білесіңдер, ол екеуі бір-бірімен бірдей. Енді бұл есебімізді шығарайық. Жылытқыштың қуаты 200 ватт. 20 секунд уақытта 50 грамм суды қаншаға дейін қыздырады дейді. Енді бұл қуат, бұның жалпы энергиясы неге тең болады? Қуат көбейтілген уақыт болады, Ал енді пайдалы жұмысы неге тең? Пайдалы жұмысы ол eta көбейтілген pt, яғни оның тек 60% суды қыстыруға кетеді, 40% босқа басқа жаққа кетіп қалады. Яғни жазайық, 200 көбейтілген 20 көбейтеміз 0,6-ға. Бұл жерде жазғанда әр пайызды жазбаймыз уже. Пайдалы жұмыс бізде неге тең? 6 12 24 2400 джоульға тең. Ал енді пайдалы жұмыс бұл жерде не? Суды қыздыру. Мс дельта Т. Дельта Т-ны табуымыз керек. Ол 2400-ді қаншаға бөлесіңдер? 50 грамм, ол 0,05 килограмм болады. Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200-ге тең. Осы жерден шамамен 11 градус болады екен. Еще біз уақытты ұмытып кеттік. Жоқ, уақытты ұмытқан жоқ біз. Барлығы дұрыс. Енді келесі есепке көшейік. 1 киловатт плитада белгісіз дене қызады. Дененің температурасының графигі суретте көрсетілген. Дененің массасы 2 килограммға тең. Меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз дейді. Енді дене қалай қыздырылып жатыр? Қыздырып жатқан жылу P дельта Т-ға тең. Соның арқасында дене бүйтіп қызып жатыр. Мс дельта Т. Енді бізге жылу сыйымдылықты табу керек. Ол неге тең болады? Формула бойынша P дельта тау бөлінген М дельта Т. Мына графиктен біз дельта Т бөлінген дельта тауды тауып аламыз. Яғни дельта Т бөлінген дельта тау неге тең? Дельта Т бізде міне 50-ден 20-ға айтсаңдар 30 градус болады. 30 градус бөлінген дельта тау мына жағы, яғни 30 секунд. Демек ол 1 градус бөлінген секундқа тең екен. Осыны жазайық орнына. Мынау 1 киловатт 1000 ватт бөлінген 2 килограмм. С бізде 500 джоуль бөлінген килограмм Цельсиус болады екен. Келесі есепте. Дене алдымен 630 ватт жылытқышпен дельта Т-ға қыздырылды. Кейін 2 есе мықты қуаты бар жылытқышпен тағы дельта Т-ға қыздырылды. Нәтижесінде бүкіл процеске тау уақыты кетті. Бір уақытта тау деген уақытта сразу денені 2 Т-ға қыздыру үшін П орташа бізде неге тең? Ол үшін басында жазайық. Бірінші біз Т1 деген уақытта П0 көбейтілген Т1. П0-іміз мынау болсын. С дельта Т уақытқа көбейді. С деген жылу сыйымдылық. Потом 2 есе мықты қуатпен тағы да соншалықты жылу керек болады. И осы жерде Т1 плюс Т2 неге тең?
тауға тең екен. Ал үшінші теңдеуіміз не болады? П орташа көбейтілген тау тең болады 2 дельта Т көбейтілген С. Демек, бұл жерде бізге С дельта Т-лар керек жоқ. П орташаны табуымыз керек. Ол неге тең? 2 С дельта Т бөлінген тау, я? Тауымыз неге тең? С дельта Т бөлінген П0 қосылған С дельта Т бөлінген 2 П0. 2-ден береміз. Сол кезде бізде 2 С дельта Т бөлінген 3 С дельта Т бөлінген 2 П0 болады. С дельта Т-ларды қысқартып жүреміз. 2 П0 жоғары көтеріледі. 2-ге 4 П0 бөлінген 3 болады. Санды қоятын болсақ 840 ватт болады. Келесі есеп. Бөлме температурасында электр жылытқышы бар калориметрге 50 мм су құйылған. Басында 50 мм құйылады. Калориметрге 10 минутқа қосылады. Барлығында 10 минутқа қосылады. Екінші жағдайда да 10 минутқа қайтадан қосылады. Үшіншісі де қайталады деп тұр, яғни бірдей уақыты. Кейін 100 мм-ді қояды. Сосын соңында 150 мл-ді құйғанда 50 мл-ді 12 градусқа көбейеді. 100-де 8 градусқа, 150-де қанша градусқа көбейеді дейді. Біз осы 50 мл судың жылу сыйымдылығын С1 деп ала салайық. Мына жерде 2 С1 болады, мұнда 3 С1 болады. Сосын С2 дегеніміз ол калориметрдің жылу сыйымдылығы болсын. Сосын жазайық. Барлығында бізде бірдей қуат кетті. Электр жылытқышының қуат тұрақты, және де бірдей уақыт кетті. Тең болады. Бірінші жағдайда С1 қосылған С2 көбейтілген 12. Екінші жағдайда не болады? С2 С1 қосылған С2 көбейтілген 8 градус. Үшінші жағдайда 3 С1 қосылған С2 көбейтілген дельта Т. Ал енді мұна бірінші теңдеу арқылы біз 12 С1 қосылған 12 С2 тең болады 16 С1 қосылған 8 С2-ден С1 мен С2-дің қатынасын тауып аламыз. 4 С1 тең болады 4 С2-ге. С1 С2-ге тең екен. Демек, дельтатыны сразу тапсақ болады осы жерден. 2 С1 көбейтілген 12 градус болады. Бірінші теңдеу. Екінші теңдеуде 4 С1 қысқартамыз. Бұл жерден біз қанша табамыз? 6 градусқа көбейтіндігін табады екенбіз. Жақсы, осымен сабағымыз соңына келді. Мен қазір тағы орысша видео жасаймын. Ол жерде басқа есептерді шығарамыз. Сәттілік.